Қайырлы күн, құрметті асыл әжелер, аяулы аналар, қымбатты әріптестер, қызғалдақ қыздар, қадірлі ұстаздар, қадірменді оқырман қауым. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай әйелдің жүрегі әлемнің тірегі атты әдеби кешті ұсынамын. Біз ғана емес, қадір тұтқан бабалар, аналардан туған небір даналар, ана деген тіршіліктің тірегі, армысыздар, қасиетті аналар. Ана дегеніміз әлемнің жан дүниесі. Ол тіршілік, үлкен тағдыр. Ана сөзі елең еткізбей, жылылық пен шуақты сездірмей қоймайды. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдыменен балаға ақ сүт беріп әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ана. Ана баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бүкіл өміріне кететін рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда ана өзін-өзі ұмытып барлық күш жігерін перзентіне жұмсайды. Ол арқылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі. Оны барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ана тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Өмірдің мәні, тіршіліктің сәні әйел. Ол тіршіліктің тамыры, шаңырақтың ұйытқысы. Сондықтан әйел затын қоғамдағы адамзат өміріндегі орны мен рөлі ерек. Бір қолменен бесікті, екінші қолмен әлемді тербеткен аналарға құрмет көрсету күллі адамзаттың парызы. Қазақ халқы қашанда қыздарын қадір тұтып, төрінен орын ұсынған. Ақын Жүрсін Ерман айтқандай, қай жерде мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде. Аналарды құрметтеу адамзат баласына ортақ парыз дегенімізбен, олардың қоғамдағы орны мен сый құрметін әр мемлекет өзінше айқындайды. Қалай десек те нәзік жандылар қай кезде де, қай жерде де құрметке лайық болуы тиіс. Өйткені әйел бейбітшілік пен тыныштықтың шам шырағы.